Саламатсыздар ма? Окуучулар, студенттер. Бүгүн биз дифференциалдык теңдөөдү карастырабыз. Онун ичинде биз карастырабыз карапайым дифференциалдык теңдөөлөр. Яғни биринчи иретте дифференциалдык теңдөөлөр. Жалпы биринчи ирет дифференциалдык теңдөөлөрдүн жазылуу мына f x y штрих тең 0. Яғни биринчи иретте деген туындысы бир эле y штрих максимум туындысы. Шешімі y тең psi x түрінде жазылады. Енді бірінші ретте дифференциалдык теңдөөлөрдүн өзү биртекті дифференциалдык теңдөөлөр, айнымалысы ажыратылатын дифференциалдык теңдөөлөр және сызыктык дифференциалдык теңдөөлөр деп бөлүнөдү. Ең карапайымы башталатын ол бизде айнымалысы ажыратылатын дифференциалдык теңдөөлөр. Айнымалысы ажыратылатын дифференциалдык теңдөөлөр. Айнымалысы ажыратылатын дифференциалдык теңдөөлөр бизде мына түрдө жазылат. Y штрих тең болады f от x көбөйтүлгөн g от y түрүндө жазылат. Яғни айнымалысы ажыратылат деген ол y-ди бир жагына, x-ди экинчи жакка чыгарып, ары ката теңдөө чечем деген сөз. Биздер дифференциалдык теңдөөдү калай чечемиз? Осы 10-чы сыныпта биздер өттүк функциянын туындысын табууду да. Мисалы алгачкы функция берилсе, содан туунду аламыз. Енді дифференциалдык теңдөөдө наоборот, туунду берилет, содан алгачкы функцияны алуу керек. Немесе 11-чи сыныпта өтөмүз интегралды. Осы интеграл. Дифференциалдык теңдөө деген интеграл алуу. Енді бул бизде айнымалысы ажыратылатын. Экинчи жагдай биртекти дифференциалдык теңдөөлөр. Биртекти дифференциалдык теңдөөлөр деген ол бизде y штрих тең болады f y бөлүнгөн x түрүндө берилет. Яғни bunday теңдөөлөрдү чечкен кезде биз y бөлүнгөн x тең болады t деген белги энгизип ары ката чыгарамыз. Или y тең болады t деген x-ке тәуелдүү функция. tx көбөйтүлгөн x деген мына. Осындай белги энгизип чыгарамыз. Үчүнчүсү сызыктык дифференциалдык теңдөөлөр. Мына биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү. Сызыктык дифференциалдык теңдөөлөр деген бул бизде алдыңкы экөөүнө караганда кичине күрдөөлүгү бар. Бирок эгер сиз кызыгуучулук менен чыгаратын болсаңыз, онда бул эсептеде оңай чыгарып кетүүгө болот. Яғни сызыктык дифференциалдык теңдөө деген y штрих плюс p от x көбөйтүлгөн y плюс q от x. Y штрих косулган p от x көбөйтүлгөн y косулган q от x тең 0 түрүндө берилет. Bunday дифференциалдык теңдөөлөрдү чечүү үчүн биз мына биртектиде бир гана айнымал энгиздик, t деген x-ке тәуелдүү. Ал бунда y тең болады эки функциянын көбөйтүндүсү түрүндө белгилеймиз. Y тең болады o көбөйтүлгөн v деген. O деген x-ке тәуелдүү функция, v да x-ке тәуелдүү функция. Осы түрдөн ары ката эсептеймиз. Енді қазір карастырайык айнымалысы ажыратылатын дифференциалдык теңдөөлөрдү. Оған мисалы қазір біз мынандай бір мисал карастырайык. Биринчи мисал бизде мынандай болсун. X көбөйтүлгөн y штрих тең болады y-ге. Бул уже айнымалысы ажыратылатын, яғни x-ди бир жагына, y-ди экинчи жакка чыгара алам. Y штрих дегенди калай түшүнөбүз? Y штрих деген биринчи иретте туунду деген сөз. Немесе туундуну биз функциядан туунду калай алатын едик? Мисалы y тең болады y-дин өзү, y тең болады f от x деген функция берилсе, осыдан туунду алуу үчүн y штрих тең болады f от x-тен туунду алатын едик го. Сонда мына туундуну биз мына түрдө да жаза аламыз штрихпен. Немесе мына y штрих деген туундуну ол dy бөлүнгөн dx деп те ала алам. Яғни y-ден x боюнча туунду алам деген сөз окулугу. Демек мына y штрихтин ордуна мына жазайык dy бөлүнгөн dx. Бизге оңай болуу үчүн x көбөйтүлгөн dy бөлүнгөн dx тең y-ге. Осыдан пропорциянын касиетин колдонабыз. Яғни x көбөйтүлгөн dy көбөйтүү тең y көбөйтүлгөн dx деген чыгат.
Енді біз y-терді өз жағына қалдырамыз, x-терді екінші жаққа шығарамыз. Туынды dy, dx дегенде бөлшектің бөлімінде болмайды олар. Міндетті түрде бөлшектің алымында болу керек. dy мына y. Яғни y dx-қа көбейтілу үшін y бөлшектің бөлімінде болу керек. X dy-ге көбейтілу үшін x бөлшектің бөлімінде болу керек. Міне, сонда бірінші жақта бізде y-ге қатысты теңдеу, екінші жақ міне x-ге қатысты. Өрнек. Демек, міне айнымалысын ажыраттық. Арғата интеграл аламыз. Яғни dy бөлінген y тен dx бөлінген x. Екі жақтан да интеграл аламыз. dy бөлінген y-тің интегралы ln y. ln y. Тен dx бөлінген x-тің интегралы ln x. Қосылған, бәрі ln-ге қатысты болғандықтан қосылатын санда ln s болады. Неге сан қосамыз? Мысалы, если бізде есеп мынандай болса, y-тен болады, мысалы, x квадрат плюс 5 болсын, е? Осыдан туындалатын болсақ, y-тен болады 2x деген шығады. А если бізде y-тен болады x квадрат плюс 100 болса, осыдан туындалсақ 2x шығады. А если бізде y-тен болады x квадрат плюс, мысалы, 500 болса, осыдан туындалғанда, туындалғанда y-тен 2x шығады. Яғни сізде қараңыз, міне, плюс 5 болса да, плюс 100 болса да, плюс 500, плюс миллион болса да, оның туындысы y-тен 2x болады. Туындысы 2x-қа тең. Сондықтан тұрақты сан қосылады. Яғни ол сан, міне, ол 5 ба, ол 100 ба, ол 500 ба, соны анықтау үшін тұрақты санды қосамыз. Осыдан y табамыз. Логарифм ғой, логарифмдерді қосқан кезде көбейтіледі, ln y-тен болады, ln коэффициентті бірінші жазамыз, ln cx. Осыдан y-тен cx-ке. Болды, берілген теңдеу шештік. Яғни біз жаңа айттық, берілген теңдеуді, міне, y-тен cx түрінде жазамыз дедік. Міне, y-тен болады cx түрінде жазылды. Бірінші есебіміз осындай. Тағы да екінші есеп қарайық. Екінші есеп болсын. y' тен болады минус 2y. Берілген дифференциалдық теңдеуді шешіңіз, және 0,2 деген бастапқы шарттар беріліп тұр. Мына бастапқы шарт. Бастапқы шарт деген, міне, x 0-ге тең болғанда y 2-ге тең деген сөз. Бастапқы шартпен берілген дифференциалдық теңдеуді біз Каши есебі деп айтамыз. Каши есебі. Яғни, егер дифференциалдық теңдеу бастапқы шарттарымен берілетін болса, онда ондай дифференциалдық теңдеулерді Каши есебі деп айтады. Енді осы теңдеуді қалай шешеміз? Жаңағыдай айнымалысын ажыратып аламыз. Яғни, dy бөлінген dx тең болады минус 2y-ге. Осыдан dy бөлінген y минус 2-ні өз жағына қалдыра берейік. Минус 2 көбейтілген dx. Арғата интегралға аламыз. dy бөлінген y тең минус 2 dx и интеграл аламыз. Тұрақты саны интегралы тұрақты саны шығарып жібереміз алдына. dy бөлінген y тең ln y тең болады минус 2 dx-тің интегралы x-ті, яғни x-тің туындысы 1-ге тең. Демек, бірден интеграл x шығады, керісінше. Плюс с тұрақтысын қосамыз. Осыдан y-ті табатын болсам, e-нің дәрежесі болып кетеді ғой, e-нің минус 2x плюс с дәрежесі. Немесе e-нің минус 2x көбейтілген e-нің с дәрежесі деген сөз. E-нің с дәрежесі деген ол қандай да бір сан шығатын. Сондықтан ол санды біз a деп аламыз. A деген сан. Қаласаңыз b деген сан деп аламыз, бәрібір, әйтеуір сан. A көбейтілген e-нің минус 2x дәрежесі. Біз міне дифференциалдық теңдеудің жалпы жағдайда шештік. Енді бізге айтты, x 0-ге тең болғанда y 2-ге тең болу керек деп тұр. Демек, міне бізде дифференциалдық теңдеу мындай шешіммен шықты. Y тең болады a e-нің минус 2x дәрежесі деп шықты. Осыда y-тің орнына 2-ні қоям, x-ның орнына 0-ді қоям. Сонда нені табамыз? Мына a тұрақтысының мәнін табамыз. Қоямыз 2 тең a e-нің минус 2 көбейтілген 0 дәрежесі. E-нің 0 дәрежесі 1-ге тең, значит a 2-ге тең болады. Демек, жауап жазамыз. Жауабы y тең болады 2 e-нің минус 2
x дәрежесі деген сөз. Так. Екінші есебіміз осындай. Келесі есеп. Так, үшінші есеп болсын. Так, y dy минус x y dx тең нөлге. Арғата қараймыз. Y dy тең болады x y dx-ке, я? Он жаққа шығар жібердік. Осыдан, менде міне y пен y қысқарып кетейін деп тұр, я? Онда бізде қалады dy тең болады x dx деген қалады. Болды, арғата интеграл аламыз. dy тең болады x dx и интеграл. Мына жерден сразу интеграл алып кетуге болмайды. Ол бізде метод. dy тең интеграл y, x-ның интегралы x квадрат бөлінген 2 плюс тұрақты с деген сан қосылады. Болды. Сонда дифференциал теңдеудің шешімі x квадрат бөлінген 2 плюс с. А если бізде бастапқы шарттар беріліп тұрса, онда берілген шешімге бастапқы шарт, яғни x пен y-ның орындарына мәндерін қойып, с тұрақтысының мәнін тауып, арғата қайтадан жауапты жазамыз. А бұл жерде бізде ешқандай бастапқы шарт жоқ, сондықтан осы күйінде қалады. Так. Тағы бір мынандай есеп қарайық. Так, төртінші есеп. Y штрих тең болады 4 минус y бөлінген 2-ның кубы көбейтілген косинус 6x. Так, мынандай дифференциалдық теңдеуді шешу керек. Так, айнымалысын ажыратуға келіп тұр, я? Шығарып қарайық. dy бөлінген dx тең болады 4 минус y бөлінген 2-ның кубы косинус 6x. Так, бізде бұнда координаталар бас нүктесі арқылы өтетін дейді, яғни 0-ден 0 нүктесі арқылы өтетін берілген дифференциалдық теңдеудің шешімін табу керек. Так, айнымалысын ажыратайық. dy бөлінген 4 минус y бөлінген 2-ның кубы тең косинус 6x dx. Так, арғарата. Так, 4 минус y бөлінген 2-ның кубы dy. Так, айнымалы. Так, дифференциал астына енгізуге келейін деп тұрған сияқты. Если қазір мына 4 минус y бөлінген 2-ден туынды тауып қарайық. 4 минус y бөлінген 2-ден туынды табайық. Мынадан туынды табатын болсақ, минус 2-ден 1 dy болады ғой, я? Яғни y-ның туындысы 1-ге тең, сонда минус 2-ден 1-дің өзі болайын деп тұрған. dy жазбай қойсақ болады, минус 2-ден 1-дің өзі. Значит, d y-ның орнына былай жазайын деп тұрық. d y-ның орнына 4 минус y бөлінген 2-ні жазамыз. Дифференциал астына енгізіп жатырмыз. Яғни 4 минус y бөлінген 2-ден туынды алатын болсақ, минус 2-ден 1 шығып тұр бізде. Значит, минус 2-ден 1 шықса, онда біз минус 2-ке көбейтеміз ғой, я? Минус 2-ке көбейтеміз. Неге минус 2-ке көбейтеміз? Себебі, мынадан туынды алсақ бізде минус 2-ден 1 dy, минус 2-ке көбейтіп жіберсем, мына dy-ның өзі қалады. Сосын арғата 4 минус y бөлінген 2-ның кубы тең косинус 6x dx. Өже біз міне интеграл алып жатырық. Минус 2-ні алдына шығарып жіберсек те болады. Или белгі енгізуіңізге де болады. 4 минус y бөлінген 2-ні т деп белгі енгізем деп, мынаның өзін бөлек шешіп алсаңыздар да болады, егер қиын болатын болса. Мен қазір міне дифференциал астына енгізіп жібердім. Енді арғата мына жерде бізде мынандай нәрсе келіп тұрық. dx бөлінген x куб деген. Мына жағдайға келіп тұрық. Яғни x-тің минус 3 дәрежесі dx-тің интегралы деген. Осы жағдайға келіп тұрмыз. Сонда біз x-тің n дәрежесінің интегралы деген дәреже көрсеткішіне 1-ді қосып, дәрежеге бөліп тастаймыз ғой, я? Осыған қолданамыз қазір. Минус 2-ні шығарып жібереміз. Көбейтілген. Бізде міне
4 минус y бөлінген 2-нің минус 3 плюс 1 дәрежесі бөлінген минус 3 плюс 1. Тең болады. Так, косинустың интегралы синус қоя. Так, косинустың туындысы минус синус, значит интегралы плюс синус. Косинус 6х, значит 6-тан 1 түседі. 6-тан 1 синус 6х плюс. Так, ары қарата. Минус 3-ке 1-ді қосса минус 2, мына минус 2 мен жойылып кетеді. Значит, бізде қалады 4 минус y бөлінген 2-нің минус 2 дәрежесі тең болады 6-тан 1 синус 6х плюс. Енді бастапқы шарттарды қолданамыз. Y-тен 0, x-тен 0. 0-ден 0 ғой. Значит, 0 болды. 4-тің минус 2 дәрежесі. 4-тің минус 2 дәрежесі тең болады 6-тан 1 көбейтілген синус 0-ден 0 кетеді плюс. Осыдан сыны табатын болсақ, 4-тің минус 2 дәрежесі деген 16-тан 1 ма? 1 бөлінген 16. Так. Сының мәнін таптық. Енді орнына келіп қайтадан қоямыз. 4 минус y бөлінген 2-нің минус 2 дәрежесі тең болады 6-тан 1 синус 6х плюс 16-дан 1. Болды, берілген теңдеудің шешімі осылай. Үйе арғата y бөлінген 2-ні тапсаңыздар да болады. Y-ті тапсаңыздар. Бірінші 4 минус y бөлінген 2-ні табамыз. Сосын барып y-ті табамыз. Арғата шығарсаңыздар болады. Жалпы мына күйінде қалдырсақ та есеп қате болмайды. Так, бұл бізде 4-ші есепті. Так, 5-ші есеп. Мынандай бір есеп қарайық. Так, y-нің 2x дәрежесі dy бөлінген dx тең болады косинус квадрат y-ке. Так, мұнда да бастапқы шарттарымыз бар. 0-ден 0. Так, берілген теңдеудің шешімін y тең болады f от x түрінде жазыңыз дейді. Шешімді мына түрде жазуымыз қажет. Жаңағыдай тағы да алмастырамыз. Так, dy бірден енгізіп жіберсек деп болады, бірден алмастырып жіберсек деп болады. Былай жазып жіберсек болады. Dx мына жаққа келеді. Dx мында кетеді. Демек, косинус квадрат y мында келеді. Ең 2x дәрежесі мында барады. Пропорцияның қасиетімен. Арғата dy бөлінген косинус квадрат y тең болады ең минус 2x дәрежесі dx. Интеграл аламыз. Косинус квадраттың 1 бөлінген косинус квадраттың интегралы тангенс y. Тангенстен туындалсақ 1 бөлінген косинус квадрат y шығады. Ең минус 2x дәрежесінің интегралы минус 2-ден 1 енің минус 2x дәрежесі плюс с. Енді бастапқы шарттарды қолданамыз, сының мәнін табамыз. Тангенс 0. Y-дің орнына 0-ді қойдық. Минус 2-ден 1 ені минус 2 көбейтілген 0 дәрежесі плюс с. Осыдан с тең болады. Тангенс 0 0-ге тең, енің 0 дәрежесі 1-ге тең, минус 2-ден 1 10 жаққа шығады, плюс 2-ден 1-ге тең. Осыдан жазамыз. Тангенс y тең болады минус 2-ден 1 енің минус 2x дәрежесі плюс 2-ден 1-ге. Бізге есептің шартында айтып тұр. Y тең болады f от x түрінде жазыңыз деп тұр жауапты. Значит, y табамыз. Тангенс y болса, y тапқан кезде арк тангенс болады. Арк тангенс минус 2-ден 1 енің минус 2x дәрежесі плюс 2-ден 1-ге тең. Есептің шешімі осылай болады. Так. Енді бір есеп қарайық. Сосын аяқтаймыз сабағымызды. Так, 6-ші есеп. Так, мынандай есеп қарайық. Y қосылған y штрих 1 минус y көбейтілген x тең 0-ге. Берілген дифференциалдық теңдеуді шешу керек. Дифференциалдық теңдеулерді шешкенде біз жаңа үш жағдайда айттық, айнымалысы ажыратылатын біртекті сызықтық
есептің шартында қарау керек, қайсысына келеді. Мысалы, қазір мынаны ықшамдасақ, қазір айнымалысы ажыратылатынға келуі мүмкін. Y штрих 1 минус Y көбейтілген X тен минус Y-ке да. Так, мынадай минусты шығарып жіберейік. Сонда Y штрих Y минус 1 көбейтілген X тен Y-ке болды ғой, минустан құтылып кеттік. Мына минустан құтылу үшін мына деді. Теңдіктің екі жағын минус 1-ге көбейтіп жібердік деп есептейміз. Так, айнымалысын ажыратып қарайық. Y штрих дегеніміз бізде dy бөлінген dx қоя. dx. Так, y минус 1-ді алдына жазып қояйық. Кем болады? Y бөлінген x. Y мына жаққа кетеді. Бөліміне кетеді. Y минус 1 dy бөлінген y тен dx бөлінген x. Арғата міне айнымалысын ажыратуға келді. Мына жақта міне сол жақ y-ке қатысты, оң жақ x-ке қатысты. Так, y минус 1 бөлінген y-дің интегралы қалай шығады? Бөлшектерді ашып жібереміз. Яғни бөлшекті ашып жіберсек, бізде 1 минус 1 бөлінген y деген шығады, dy. Тем болады интеграл dx бөлінген x-ке. Арғата өзі ортада азайту болғандықтан жеке-жеке интеграл аламыз. 1-дің интегралы y минус 1 бөлінген y-ті ln y. Тем болады dx бөлінген x ln x плюс тұрақты с қосылады. Болды. Есеп осы күйінде қалады. Жалпы шешімі осы күйінде қалады. Y минус ln y тен ln x плюс с түрінде қалды. Яғни міндетте міне y минус 1-ді y-ке бөліп тастадық. Сонда y-ті y-ке бөлдік 1 болды, 1-де y-ке бөлдік 1 бөлінген y. Түсінікті шығар, если ортақ бөлімге келтірсеңіз, мына өрнегіңіз қайтадан шығады. Так, сонда біз бүгін бірінші ретті дифференциалдық теңдеуді қарастырдық. Оның ішінде біз бүгін қарастырдық айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді. Барлық шығарған мысалдарымыздың бәрі айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеуге бағытталған. Дифференциалдық теңдеуге байланысты бүгінгі сағатымыз осындай. Если қоятын сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Егер материал ұнаса, достарыңызбен бөлісулеріңізге болады. Сау болыңыздар.